достар! Сендермен мен, Сагамен. Мен влогымды бастаймын. Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің қалай? Ал енді бастайық. Ал енді біз сендермен ойыншық таңдаймыз. Мүмкін осы ойыншықты таңдармыз. Жоқ, мен бұны 5-ақ минутта жинап тастаймын. Сол үшін керек емес. Ал мүмкін мынаны? Жоқ, бұл қыздарға. Ал енді басқаларын таңдайық. Мүмкін осы ойыншықты алармыз, а? Жоқ, мен принцтар, принцессалар туралы ойыншықтарды жақсы көрмеймін. Мүмкін трансформер алармыз? Жоқ, трансформердің керегі жоқ. Себебі мен кішкентай кезімде жақсы көргенмін. Қазір жақсы көрмеймін. Мүмкін осы легоны алармыз? Жоқ, бұл лего маған ұнамайды. Себебі бұл маған тез жиналатын, жылдам құрастырылатын леголар керек болады. Ал мүмкін мынаны алармыз, а? Бұл маған ұнап тұр. Бірақ бұл тым үлкен болады, және бағасы да қымбат. Мүмкін мынаны алармыз? Жоқ, бұл қыздарға. Мен қыздарды ойыншықтарын құрастырмаймын. Достар, мүмкін осыны алармыз? Себебі бұл маған құм адамы ұнап тұр. Бірақ бөлшектері өте қиын сияқты. Жарайды, оны бүгін құрастырып көрейік. Мінекей достар, мен өзіме сыйлықтарды таңдап алдым. Бұның ішінде өте көп суреттер бар және тапсырмалар бар. Мысалға, жұмбақтар бар тағы да. Лабиринттар бар өтетін. Мен бұлардың 3 түрін алдым. Осы 4. Осы мынандай. Мынандай және мынандай. Бұлар өте қызық деп ойлаймын. Мына жақта лабиринттар бар, сөз жұмбақтар бар, ребус, барлығы бар. Осыларды мен сендерге оқуға ұсынамын. Мен қазір сендерге легодан құм адамын жасаймын. Мұнда нұсқаулық бар және бөлек-бөлек бөлшектер бар. Ал енді кедергі жасамау үшін мен мынау журналдарды қазір бір шетке қоямын. Бірінші 3 деген саны бар бөлшектерді құрастырайық. Нұсқаулықпен танысамыз. Ал бірінші бұларды үстелдің үстіне қойып алу керек. Біріншіде бізге екі бірдей лего керек болады. Біз оларды бір-біріне жалғап, олар екеуі бір-біріне жалғанып тұру үшін, біз оларды осындай қызыл легомен жалғаймыз. Бұл біз қазір басын жасап жатырмыз. Біз оларды жалғап болдық. Енді осылардың үстіне осылардың барлығын жалғап тұратын легоны қоямыз. Енді басқа бетке көшеміз. Ол бетте осылардың барлығын жауып тұратын біз кішкене ғана қоңыр бөлшекті алып, олардың үстін жабамыз. Және ақ легоны соның сол жағына қоямыз. Сол жағына қойған соң біз тағы да бір ақ кішкентай ғана легоны аламыз да. Және
осындай бір-бірін жалғап тұратын 4 жалғауыш керек болады. Міне мен оларды жинап болдым. Енді олардың тек қана біреуіне ғана ақты қойып, біз оларды орналастырып шығамыз. Лего өте сабаққа өте көп жақсы әсерін береді. Себебі сен құрылысшы болайын десең, ол саған жақсы үйлерді құрастыруға көмектеседі. Сен қазірден бастап үйлерді құрастыруды бастасаң, үлкен болғанда құрылысшы болуыңа күмән жоқ. Достар, сендер екі алған кезде аналарыңнан қорқып, немесе келесі жолы осы екіні жеңем деп уәде бергенде, сендер шындықтарыңды айтыңдар. Себебі сенің басыңды кесіп алса да, сен шындықты айтуың керексің. Себебі бұл жағдай маған да кездескен. Мен өзім 2 алған кезде, немесе 3 алған кезде, анамның көңілін түсірмеу үшін, оған өтірік айтпауға тырысамын. Бірақ анам ең соңында біліп қояды. Сондықтан да сендер аналарыңа өтірік айтпаңдар. Өтірік айту ол өте жаман әдет. Үлкен болғанда сен оны жоя алмай қалуың да мүмкін. Жалпы достар, ешкімге ешқашан да өтірік айтпаңдар. Мен қазір оның кішкене ғана бір бөлігін жинап болдым, бірақ ол не екенін түсініксіз әлі. Себебі мен тек қана басын ғана жасап жатырмын, әлі ортасына да келген жоқпын. Сол үшін осыны қалай әдемі болатынын көргілерін келсеңдер, ең соңына дейін көріңдер. Себебі мен баяғыда легоны өте жақсы жасайтын болғанмын. Қазір де жасай аламын өте жақсы. Бірақ қазіргі кезде менде өте көп мүмкіндік болмағандықтан, мен қазір үйге келіп, көбінесе сабағыма назар аударамын. Себебі анам айтқандай, сабаққа көңіл аудармасаң, сен жаман бағаларды алып қалуы мүмкін. Сол үшін үнемі сабаққа назар аударыңдар. Бұны жасау сәл қиын екен, себебі бұл жерде кішкентай бөліктер өте көп екен. Сол үшін бұларды жасау қиынға соғады. Сен құрастырсаң, сенің миың да дамиды. Тіпті сабақтан да 5 аласың математика пәнінен. Достар, ал сендер қандай пәндерді жақсы көресіңдер? Мен мысалға өзім көбінесе ағылшын тілін және математика пәнін жақсы көремін. Себебі математика мен ағылшын пәні өте қызықты өтеді, тіпті ойындармен да толы. Енді екінші көзін табу керек. Міне екінші көзі. Екінші көзі олар бір-біріне сәл қарама-қарсы тұрады екен. Үшбұрыш көздері оның. Міне мен екінші қолын жинап болдым. Енді біз қалған бөлшектерден қазір тағы да бір нәрсені жасап тастаймыз. Ал енді барлығын жалғайық. Міне біз қазір құм адамның денесіне иығын жалғаймыз. Міне біз бірінші иығын жалғап болдық. Ал енді екінші иығы
екеуі бірдей болады. Олар екеуі бір-біріне өте ұқсас. Енді біз басы сияқты. Енді бұны біз оның басына жалғайық. Енді біз бұны басына жалғайық. Міне біз жалғап болдық. Біз енді бұл құламас үшін біз оны тұрғытып аламыз. Енді қолдары ғана қалды. Қолдары екеу, бірақ оның ұрғышы бар. Ұрғышын қолдың орнына, ал немесе ұрғыштың орнына қолды қоюға болады. Енді біз қазір ұрғышты көрейік, ал сосын қолды да көрейік. Сен мені ұстай алмайсың, құмадамы. Мен сенің қазір сазайыңды беремін. Жоқ, мен сенің қазір балғамен бір соғамын. Жоқ, сен оны ұрмайсың. Қалай достар, менің ойыншығым сендерге ұнады ма? Егер ұнаса, осындай ойыншықтарды Марвен дүкендерінен ала аласыңдар. Келесі жолы қандай ойыншық ойнаймыз, оны бірге шешейік. Менің влогымда кездескенше. Чао!